Сәлем достар, бүгін біз сіздермен шоколадты кекс дайындаймыз. Сымызға 2 жұмыртқа салып, үстінен қант, сүт, ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Сұйықтығымыз дайын болған соң үстінен ұн, какао, қопсытқыш салып біркелкі масса дайындаймыз. Май жағылған формамызға дайын болған массамызды құямыз. 180 градуста қызып тұрған духовкаға 20-25 минут аралығында пісіріп аламыз. Шоколадты кексіміз дайын, мен үстіне қант ұнтағын септім. Достар, менің каналыма тіркеліп, комментарий жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.